Сәлем достар, баршаңызға бүгін сіздермен керемет сметаниктің рецептімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан ақ шығатын рецептпен бөлісемін. Сол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бісміллә деп мен жұмысымызға кірісеміз. Ыдысымызға қандымызды салып, үстіне бір жұмыртқамызды салып аламыз. Және еріп тұрған майымызды үстіне салып, барлық қоспаны миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Қолмен араластырсаңыздар да болады, бірақ оған көп уақыт кетуі мүмкін. Мен сол себепті миксермен араластырдым. Маған миксермен араластыруға кемінде 5 минуттай уақыт кетті. Осылай біздің массамыз ағарғанша араластырамыз. Енді біз құрғақ қоспамыздың үстіне, ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, және ванилинімізді саламыз. Ванилин бұл жерде маңызды емес. Қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Барлық осы құрғақ қоспамызды жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ғана біз қамыр илейтін боламыз. Енді ұнымызды салып, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Сол кезде біздің сметаниғымыздың астында қамыры жұмсақ болады, қатып кетпейді. Сол себепті сіздер де қамырыңызды өте жұмсақ қылуларыңыз қажет. Менің рецептіммен жасасаңыздар, міндетті түрде сіздерде де жақсы болып шығуы керек. Мінекей достар, енді мен қаймағымның үстіне қандымды саламын. Жұмыртқамызды саламыз. Және менде кукурузный крахмал қостым. Ол кукурузный крахмал қосу бұл жерде өте маңызды. Және үстіне ванилин қостым. Бұл жерде де ванилин қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да маңызды емес. Маған ванилин қосқан ұнайды, сол себепті мен ванилин қостым. Енді барлығын жақсылап араластырып алуымыз қажет. Мінекей достар, біздің массамыз осындай дайын болды. Енді осындай ыдысымызға осындай пергамент қағазын төсеп, астына майымызды обязательно жағып, үстіне қамырымызды салып, қолдың көмегімен осындай форма жасап шығамыз. Видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болды. Барлығын осылай қолдың көмегімен жайып аламыз. Үстіне біздің сметанымызды құямыз, қаймағымызды. Қамырымыздың жиектерін осылай кішкене жөндеп жібереміз, түзеулеп, әдемілеп. Осылай кішкене қамырымыз біздің сметанымыздан шығып тұру қажет. Қазір біздің сметанымыз піскенде көтерілетін болады. Енді осыны 160 градуста 60 минут пісіретін боламыз достар. 160 градуста пісіру өте маңызды. Мінекей достар, осындай болып әдемі болып шығады. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, жақсы пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей достар, бір жасағаннан ақ шығатын осындай сметаниктің рецебі. Барлығын описанияда төменде қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Жанар Баймұрат.